Негізінде менің тілімді қышытпасын, кімде кім болсын. Мені білесіздер, негізі сөйлейтін адамын. Просто білмей бүгінгі эфирде тым онша сөйлегім келген жоқ, реально бар ғой. Қасқырдың аузы жесе де ған, жемесе де ған. Мен өзімді қанша жерден, ана жерден ақтап алғым келсе де, мені бәрібір де жексұрын қылып көрсеткісі келіп отыр. Олардың көрсете берсін, мен өзімнің қандай адам екендігімді білемін. Вот. Одан соң мен айтайын сендерге, барсың, өзі де хайп үшін барып отырған адам лично. Маған хайп үшін бардың, анау-мынау деп айтатын адамдарға айтайын. Маған айтқан сөзі бар, ол жерде барлығы популану редакторлар бізге айтқызады реклама кезінде. Осылай ана үміткердің аузын жап, ана үміткерге былай деп айт деген сияқтышы. Вот. Негізінде ол жер өтірік деген сияқты қылып маған лично живой неше түрлі қосылаяқты жамандаған сөздері негізі айтылғандықтары бар. Өзі хайп үшін отыр, негізі маған айтқан жұп болайық, сосын айырылсайық, сосын сен қатысушылық қайттан қосылайық. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Не көріп тұрсыздар ма? Аллаға мында бір шүкір. Күннің арайы кәдімгідей маған түсіп тұр. Көктемнің лебі сезіліп тұр. Кәдімгідей бетке самал жел үріп, ауа райы да кәдімгі тамашалап келеді. Бірақ алдыңғы апталарда, келер апталарда қар жауады деген болған негізі. Бірақ қар еріп кететін шығар. Демалыс жақсылап өткізіңіздер, ешнәрсе уайымдамаңыздар, барлығы жақсы болады. Уайымнан алыс болыңыздар. Ол өмір деген ол бітпейді, бір жетпейтін бір кем дүние ғой, сондықтан да